Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз дәл қазір Дінмұхамед Қонаев есімі берілген номер 9 IT мектеп лицейінің алдында тұрмыз. Келген мақсатымыз мектептің 10 жылдығына орай мектеп әкімшілігінен сұхбат алу. Ендеше кеттік. Дәл қазір мектептің 10 жылдығына орай мектеп директорымен сұхбаттассақ. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, мектепті бітіріп кеткен түлектер. 2011 жылдың 1 ақпанында мектебіміз номер 122 жалпы орта мектебі атауыменен қолданысқа берілген болатын. Одан бері міне бақандай 10 жыл өтіпті. 10 жылдың ішінде қуанышты күндерімізбен қатар қайғылы күндерді де бастан кешіруге тура келді. Мектебіміздің негізін қалаған мектеп директоры Өсімбеков Ерлан ағамыз, оның ісін арғарай жалғастырушы мектеп директоры Абдыразақов Ұлықбек ағамыз, мектептің зертханашысы Массалиева Фарида әпкеміз, директордың инновация жөніндегі орынбасары Мырзалиева Назым сіңліміз өмірден озды. Осы кісілердің топырағы торқа болсын дей отырып, мен ұжымда алдағы уақытта тек жақсы күндерді көруді тілеймін. Қазіргі таңда мектебіміз жалпы орта мектеп деңгейінен IT мектеп лицей деңгейіне шейін өсті. Жетістігіміз баршылық. 10 жыл ішіндегі бар жетістігімізді сіздерге паш ету мақсатында мектебімізде тағылым, таным, тарих тақырыбында 10 күндік жарияланып отыр. 10 күндікке бірлестіктер бойынша бүкіл ұжым қамтылған. Осы іс-шараны жүзеге асыру мақсатында шексіз ғалам, шексіз білім бәріне челленджін мен мектеп әкімшілігіне жолдағым келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар, 10 күндік қорытындысын күтіңіздер.